Эфирде заман бүгін Қырмышғалының 1177 күні кетмекте. Студияда сілерді мен Шавкет Наматулаев селямлайым. Бақшысырайда 18 майыс күні қырым-татар байрақларынан кеткен араба айдапчыларына ішіні баққан махкеме протоколларына хаталар олғаны үшін полис бөлігіне қайтарған. Түневін ишғалжы полис хадимлері 5 айдапчыға низбетен меморит протокол тызып материалларны Бақшысырай район махкемесіне йоллаған. Арабаларының тек екісі қырым-татар байрағын екен, үш араба айдапчысы дестек көстерменге тоқтаған. Оларға қаршы да ишғалжылер протоколлар тізгенлер. Протоколе не в полной мере изложены. Протоколда bu memori мәліматларының махкемеде бақылмасы үшін шей айтылмады. Memori cinayetinin объектив ve субъектив тарафлары қайд етілмеді. Біз böyle bir tasnifке разы дегілміз, оны яңылыш деп саямыз. Шымдылық махкеме бұңа разы oldu. Ахмеджетте Түневін қырым-татар байрағынен кезген қадынларны полис хадимлері тимсаллеріні сақламаға мejbur етмеге істегенлер. Байрақларны ясақ олынған тимсал кібі адландырғанлар. Мы ходили молиться. Объясните, почему Решите узнать у вас. На каком основании вы считаете эту символику запрещенной? Покажите, пожалуйста, постановление, где... Мы просто прогуливаемся. У нас день спорта. Да? Мы сейчас вот здесь пройдем. Нам свою маршрутку. Пообщаемся и поедем домой. Счастливо. Киевде сүргінлікте елек олған қырым-татарларыны дуанен аңдылар. Ислам медени мерkezінде жома намазындан сон онларнен мұсылманлар қалып, елек олғанларының қатырасына Ясин сүресін оқыдылар. Дуаға Қырымдан көчкенлер де қошылды. В ці дні в Україні у всіх мечетях вшановують пам'ять. Bu günleri Ukrayna'nın bütün camilerinde Kırım-Tatar halkı sürgünlüğünün kurbanları anıla. Stalin rejimi yapkan bu korkunç cinayette can bergenler için dualar okula. Цього страшного злочину, цієї страшної репресії, що була вчинена сталінським режимом. Інна асхабаль джаннатіль яума фі шугулін факігун. Акбар. La ilahe illallah vallahu akbar. 73 yılı everse öz evlerinden çıkarılıp uzak yerlerge sürgün etilgen ve yollarda ve o yerde elak olgan ecdadımız için dua etemiz. Allah'ım ya Rabbim sen onlara rahmet eyle. Bizim ecdadımızın adını düşürmeyik. Allah'ım ya Rabbim onların yatkan yerleri cennet olsun. Vaziyette Müslüman hatırlamak gerek. Onun en güçlü silahı duadır. Yani vaziyette budur. Ve şimdiki vaziyette de bizler mutlak özlerimiz için de ve mutlak geçmişlerimiz için de dua etmek gerekmiz. Allah Teala cümlemizge yardımcı olsun ve geçmişlerimizge de rahmet eylesin. Qартана ve Qартбабам 1944 senesi mayısının 18'inde Kırım'dan sürgün etilgen ediler. Men bir Kırım tatara olarak tarixim, ecdatlarım, dinime saygı duyam. Sürgünlük kurbanlarını anmak için keldim. Cemaatlen beraber dua okuduk. Amin. Kabul bulsun. Русияда фальжелер қырым-татарларға қол тұтып стратегия 18 акциясына кечірділер. Олар айынан 18-ші күні меркезе мейданларға шыққып, қырым-татарларға низбетен Русия сиясетіне қаршылық көстерелер. Бұл ай Санкт-Петербургта өткерілген митинг қырым-татар халқының сүргінлігіне бағышланған еді. Мы сегодня вышли для того, чтобы продолжить высказывать свое требование прекращения репрессий крымско-татарского народа, уголовных преследований, похищений крымских татар. Одновременно с этим мы настаиваем на том, что Крым – это украинская территория, находящаяся под оккупацией российской власти. Вот этот вот плакат уже уничтожил. Вот я меньше 10 секунд смог встать. Меня удивило, никогда так быстро они не срабатывали. Тут специально, конечно, мне кажется, обученные люди. Вот этот человек ко мне подскочил и вырвал плакат, порвал его. Қырым-татар халық лидері Мустафа Джемилев ве Меджлис рейсі Рифат Чубаров дигер Меджлис азалары ве акимет векілерінен Қырым-татар мұқтариеті тешкіл етілігіні музакире еттілер. Мұқтариет тешкіл етілмек үшін не керек ве шымды не япыла топлашуда 1944 сенесі 18 майыс күні олған сүргінлікні шымдыки Қырым ишғалінен қиясладылар.
обеспечить почву, которая позволяла бы Кырым татар халкының Украина тамыр халкы оларақ ақ хукукларының гайрыдан текленмесі ында канунның тезже кабыл етілмесini теmin etmeli. Украина анаясасының Кырым Мұхтар Cumhuriyeti айтылған 10 бабына деңішмелер көрсетілмелі. Наступний тиждень перше збирається робоча група. Келечек hafta işçi gruppa ilk sefer toplaşa. Bu işçi gruppanın erkenına ekspertler Kırım Tatar Milli Meclisi'nin azaları ve belli kanunşünaslar teklif edildi. Відомі такі правознавці. Адвокат Эмиль Курбединовны халқара құқық қорчаладжы мұкафатына тақдим етілмесіне давет етілді. Евелсі о қавсызлық вазиетте чалышқан құқық қорчаладжы мұкафатына намзет оларақ көстерілген еді. Тешкілят Курбединовның фалиеті қанда видео лейха тақдим етті. Мұкафатқа өз жемиетіні қорчалаған құқық қорчаладжыларына тақдим етелер. Ғалибе қазанғанларына майысының 26-сында Дублинде тақдирлейжеклер. Kırım'da insan haklarını korçalayan müşterilerimiz siyasi sebeplerden takip edilen insanlardır. Bunlar jurnalist, vatandaş failcileri ve Rusya'nın fikrince Rusya Federasyası Devlet Hakimiyeti'nin aytkanlarına zıt fikirlerini aydınlatkanlar ola. Теракт яда қаза Нью-Йорктаки Таймс-Шер бақшасында араба инсанларны басты. 18 яшында қыз елак олды. 22 инсан яраланды, 4 инсан ағыралда болуна. Төмен башында 26 яшында олған Ричард Рохас болуна екен. Оны бір айға яқаладылар. Полис хадимлері оны тұтқанлары вақыт, оны атып өлдірменге рижа еткен. Рохасқа инсан өлдірігі ве суйқаст еткенінде қабатлап шығарылды. Полиция теракт версиясына рет етті, чүнки erkek afyon kullangan. Нью-Йорк sakinlerinin hayatı devam eti. Çok şükür terakt olganını aytmak için bir sebep yok. O insanlarga doğru keteydi. Herkes kaçırmağa başladı. Bazıları çetke çekildi. Bazıları maşına üstündeydi. Men çetke atıldım. Қырымлы Сервин Османов әжелі амелият алмақ керек. Учил евелсі екімлер 30 яшында олған еркекке жігер циррозы диагнозына қойды. Ал азырда о қара жігеріні отыртмақ үшін невбетте тұра амелият фияты $40,000. Мади ярдымны банк есапларына йоламаныз мүмкін реквизитлер экранларда көстерілген. Бұл саатқа соңки хаберіміз яйынымызны бүгін программасы девам етен евбетеки заман программаларыны қачырманыз дайыма атырылы олыңыз көрішкенже.